Селестина қанша тырысса да шыға алмайды. Келесі күні 3 жылдық ұйқыдан оянған алып аю Эрнест тамақ іздеп қоқыс жәшігін ашады. Ол жерден Селестинаны тауып алады. Аш Эрнест оны бірақ қылғытқысы келеді. «Мені жеме, мен ашпын», дейді Эрнест. Селестина оған қоқыс жеудің денсаулыққа зиян екенін, оның орнына дәмді тамаққа апаратынын айтып көндіреді. Олар келіседі. Селестина Эрнестті тәттілер дүкеніне алып келеді. Жертөледе үйіліп жатқан тәттілерді көріп, Эрнест бәрін жеп қояды. Қоштасар алдында ол Селестинаға алғысын айтады. Селестина кәріз арқылы тышқандар патшалығына оралады. Бірақ бір ғана тіс әкелгені үшін директор оған ұрсып, 50 тіс әкелмесең қайтып келме деп бұйырады. Амалсыз Селестина тағы да аюлар әлеміне кетеді. Тәттілер дүкенінің иесі әке аю балаларға тәтті сатып отыр екен. Бірақ өз баласына тәтті жеуге қатаң тыйым салады. Ал ана аю қарама-қарсы жерден тіс емханасын ашқан. Олардың мақсаты басқа балалардың тісін құртып, сосын оларды емдеп ақша табу еді. Сол клиникада Селестинаға қажетті тістер өте көп болды. Осы кезде тәттісі таусылған әке аю жертөлеге түсіп, ол жерде демалып жатқан Эрнестті көреді. Эрнест қашамын деп терезеге кептеліп қалады. Оны полиция ұстап әкетеді. Мұны көрген Селестина жасырын түрде көлікке кіріп, Эрнестке көмек ұсынып, арқандарын қиып тастайды. Эрнест уәдесінде тұрып, түнде Селестинаға тіс емханасынан бір қап тіс ұрлауға көмектеседі. Келесі күні Селестина бір қап тіспен тышқандар әлеміне оралып, батыр атанады. Бірақ көп ұзамай жағдай өзгереді.